Сәлеметсіз бе, құрметті оқырман, неге эмоцияны басқару керек атты курсқа қош келдіңіз. Курстың бағдарламасы 2 бөлімнен тұрады. Біріншісі ақпараттық бөлім, екіншісі практикалық бөлім. Ақпараттық бөлімде біз эмоция дегеніміз не, эмоционалды интеллект дегеніміз не, оның модельдері, құрамдас бөліктері қандай, және эмпатия дегеніміз не деген түсініктерге тоқталып өтеміз. Ал екінші практикалық бөлімде эмоцияның тану, түсіну және басқару бөлімдеріне тоқталамыз. Осы 3 дағдыны адамның бойында қалыптастыру үшін арнайы техникалар беріледі, және оны сіз өз өміріңізге енгізіп, эмоцияны басқару дағдысын қалыптастырасыз. Енді мен сізге мынадай сұрақ қойғым келіп отыр: неге эмоцияны басқару маңызды? Эмоция, эмоционалды интеллект және эмпатия ұғымдарына тоқталып өтейік. Эмоция дегеніміз бұл латын тілінен аударған кезеңде түрткі болу және оған күшті әсер ету деген мағынаны білдіреді. Бізді қоршаған ортаның түрлі жағдаяттары, факторлары бізге әсер етеді, және біз оған эмоционалды тұрғыдан реакция көрсетеміз. Эмоция қалай көрінеді? Біріншіден ым-ишара арқылы көрінеді, екіншіден біздің айтып отырған сөзіміздің мазмұнына байланысты көрініп отырады, үшіншіден біздің даусымыздың ырғағы төмен немесе жоғары тонына байланысты да белгілі болып отырады. Ал енді эмоционалды интеллект ұғымына тоқталатын болсақ, бұл ең біріншіден адамның мақсатқа жетуі және қоршаған ортамен үйлесімді қарым-қатынас жасау үшін өзінің және басқалардың эмоцияларын, сезімдерімен көңіл күйлерін түсіну деген анықтама беріледі. Ал эмпатия бұл адамның басқа адамның орнына өзін қоя білу. Ал енді образды түрде айтатын болсақ, басқаның терісіне кіру деген мағынаны білдіреді. Біздің өмірімізде әртүрлі жағдаяттар болады. Сол жағдаяттар біздің әртүрлі эмоционалды реакцияларымызды туғызады. Мынадай жалпы сөз ұғым бар, иә? Жалпы кез келген триггердің мән мағынасы жоқ. Оған мән мен мағына беретін адамның өзі. Яғни адам өзі қалай эмоционалды әсерленеді, қалай жауап береді, соған байланысты жағдаят мән мен мағынаға ие болады. Енді эмоцияның термометрі деген ақпаратты есімізге түсіріп өтейік. Мына слайдқа қарап жіберіңіздер. Мысалға мен 2 жағымсыз эмоцияны алып отырмын. Мына жерде мұңаю, уайым және қайғы деп көрсетіп тұр. Бұны 10 балдық жүйемен есептейтін болсақ, ең бірінші мысалға оның базалық эмоциялар қандай? Мына қақ ортасында тұрған уайым, қорқыныш, қуану, қуанышты алып көрейік, ашуды алып көрейік. Мысалға базалық эмоцияларды тізбектейтін болсақ, осы эмоциялар, тағы да 4 эмоция бар ғой. Осы 4 эмоцияны алсақ, осылардың ішінде мен екеуін сізге түсіндіріп өткім келіп отыр. Ең бірінші уайым, иә? Ең бірінші неден басталады? Адамда мұңнан басталады, мұңаяды адам. Одан кейін оны уайымдайды. Одан кейін адам деген осы уайымын өзі басқармаса, онда ол қайғыға ұласады. Қандай ма жағдай болмасын, кейде өмірдің өзінің заңы болып жатады, кейде адам деген ойдан шығарылған, өзінің бір мазасыздығын басқара алмағандықтан да солай уайымға беріліп жатады. Сондықтан оның шынайы, я болмаса ойдан шығарылған ажыратып алу өте маңызды. Қандай ма жағдай болмасын, адам өз эмоциясын басқару, ол өзінің денсаулығы үшін, жалпы ары қарата қасындағы адамдар үшін де өте маңызды болады. Енді екіншісін қарайық, қорқынышты алып көрейік. Ең бірінші бізге белгілі бір жағдаят әсер етеді. Триггер болады. Ол кезде біз уже қобалжимыз, мазасызданамыз. Одан кейін қорқынышқа ұласады. Қорқынышымызды біз басқара алмасақ, онда біз не істейміз? Зәре-құтымыз қашып қорқамыз. Яғни бұл жерде мына ең қауіпті аймақ 7-ден 10 балдың арасы бұл қауіпті аймақ болып есептелінеді. Бұл денсаулыққа зиян, бұл қарым-қатынасқа зиян. Сондықтан адам басқаруы өте маңызды. Шынымен эмоцияны басқару өте маңызды. Біз күнделікті өмірде өз эмоциясын басқара алмаған жағдаяттарға куә болып жүрміз. Мысалға қатты ашуланып, бір-біріне ренжу, я болмаса біреуді кінәлау сияқты эмоцияларға біз куәміз, тіпті кейде өзіміз де өз эмоциямызды басқара алмай қаламыз. Бұның ең қауіптісі неде? Ең біріншіден адамның өзінің психикалық саулығына әсер етеді, екіншіден қарым-қатынасты бұзуы мүмкін, үшіншіден жағымсыз салдары болады. Сол себепті адам өз эмоциясын басқару маңызды.
Енді мен сіздерге жалпы эмоциясын басқара алмайтын адамдардың белгілерін таныстырып өтейін. Осының ішінде сізде бірнешеуі кездесетін болатын болса, онда сіз эмоцияны басқару дағдысын қалыптастыру керексіз. Өз эмоциясын басқара алмайтын адамдардың белгілері. Ең біріншіден, ол адамдар күйзеліске тез түседі. Екіншіден, олар басқа адамдарды кінәлауға бейім. Үшіншіден, өз эмоциясын тани алмайды, яғни автопилот режимінде өмір сүреді. Сонымен қатар өзінің жеке шекарасын да қорғай алмайды, қарым-қатынаста жиі агрессивті болып келеді, я болмаса жасырын эмоциямен өмір сүреді. Яғни жасырын эмоция деген нені білдіреді? Адам, былай қарасаңыз, іште белгілі бір қобалжу бар, іште ашу бар, реніш бар, бірақ сыртта адаммен қарым-қатынас жасаған кезеңде барлығы дұрыс сияқты байсалды, сабырлы эмоцияны көрсетіп отырады. Бұл шындығында адамның өзін тұлғашылық конфликтке әкелуі мүмкін. Сонымен қатар адамдар басқа адамдарды кінәлауға да бейім болады. Осы белгілердің ішінде 2-3-еуі сіздің бойыңызда болатын болса, сезінетін болсаңыз, онда эмоцияны басқару дағдыңызды дамыту шарт. Біздің эмоционалды реакцияларымызға мидың қай бөлігі жауап береді деген сұраққа Пол Макленнің 3 бірлікті ми теориясы арқылы жауап берейік. Біріншісі рептильді ми, міне өз көз алдарыңызда тұрғандай қызыл түспен белгіленген, яғни бізге ағзамызға әртүрлі факторлар қоршаған ортадан әсер етеді және біз оған жауап беріп жатамыз. Мысалға, көзімізге кірпік түсіп кетуі мүмкін, қарнымыз ашып тұруы мүмкін, жаурап тұруымыз мүмкін, не болмаса қоғамдық көліктерде біздерді біреу итерсе, біз оларға жауап беріп, өз-өзімізді қорғау, қауіпсіздігімізді қамтамасыз етуді жүзеге асырамыз. Екіншісі сары түспен белгіленген, бұл лимбикалық жүйе. Бұны эмоциялардың қоймасы деп те атауға болады. Түрлі анализаторлар арқылы кірген факторларға біздер адекватты түрде эмоциямызбен жауап беріп жатамыз. Үшіншісі неокортекс деп аталады. Яғни бізді рептильді, я болмаса лимбикалық жүйе эмоциялар басқарып алмауға тиісті. Біздер ақылды сана арқылы өз эмоцияларымызды, соның ішінде жағымсыз эмоцияларды басқара отырып, өз болашағымызды бағдарлай білу керекпіз. Бұл жаңағы ешбір әрекеттеріміздің біздің себепсіз болмайды, бірақ ол әрдайымда орынды бола бермейді, яғни салдарын алдын ала болжап, өзіміздің өмірімізді, я болмаса қауіпсіздігімізді сақтауға жауап береді.